Саламатсыздар ма балалар? Қазақ тілі сабағымызды бастаймыз. Балалар, бүгінгі сабағымызда сіздер мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтарға жауап бересіздер. Және сөйлем ішінен сөйлемнің тұрлаулы мүшесі баяндауышты анықтайсыздар. Оқулығымыздың 101-ші бетін ашып, 9-ші жаттығудағы мәтінмен танысамыз. Киіз үй тегіс жерге тігіледі. Ол үшін алдымен керегелер шеңберлене керіліп, бір-біріне таңғышпен біріктіріп байланады. Содан кейін есік орнатылады. Керілген керегені айнала басқұр тартылады. Бұдан соң үйдің тура ортасында тұрған қолында бақаны бар қарулы жігіт шаңырақты жоғары көтереді. Көтерілген шаңыраққа айнала оқ шаншылып, оның екінші басы керегеге байланады. Оған киіз жабылып, үстін арқанмен бастыра тартып байланғанда киіз үй тігіліп болды деп есептеледі. Балалар, енді мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап берейік. Киіз үй қандай жерге тігіледі? Дұрыс айтасыздар. Киіз үй тегіс жерге тігіледі. Керегелер қалай байланады? Өте жақсы балалар. Керегелер шеңберлене керіліп, бір-біріне таңғышпен біріктіріп байланады. Содан кейін не орнатылады? Жарайсыздар балалар. Содан кейін есік орнатылады. Керегені айнала не тартылады? Өте жақсы. Керілген керегені айнала басқұр тартылады. Бақан мен шаңырақты не істейді? Дұрыс жауап айттыңыздар. Бұдан соң үйдің тура ортасында тұрған қолында бақаны бар қарулы жігіт шаңырақты жоғары көтереді. Көтерілген шаңыраққа не шаншылады? Олар қайда байланады? Жарайсыздар балалар. Көтерілген шаңыраққа айнала оқ шаншылып, оның екінші басы керегеге байланады. Оған не жабылады? Дұрыс айтасыздар балалар. Оған киіз жабылып, үстін арқанмен бастыра тартып байланғанда ғана киіз үй тігіліп болды деп есептеледі. Балалар, мәтіннен бұрын естімеген жаңа сөздерді тауып көріңіздерші. Жақсы, дұрыс айтасыздар. Басқұр, уық сөздері деп отырсыздар. Олай болса, осы сөздердің мағынасын түсініп алыңыздар. Басқұр киіз үйдің ішін безендіру үшін, әрі уық пен керегенің түйіскен жерін сыртынан бастырып таңатын өрнекті жалпақ құр. Ал оқ кереге басы мен шаңырақты ұштастыратын ағаш. Ол сәмбі талдан жасалады. Енді балалар, мәтіндегі қарамен жазылған сөздерге сұрақ қойып көріңіздерші. Өте жақсы. Не істейді? Тігіледі, байланады, орнатылады, тартылады, көтереді, байланады. Бұл сөздер бастауыштың ісін, қимылын білдіреді. Олар сөйлемнің баяндауыш мүшесіне қатысты. Олай болса, балалар, бастауыштың ісін, қимылын білдіретін сөздерді баяндауыш деп атайды. Баяндауышқа не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтар қойылады. Мысалы, Дана оқыды. Дана не істеді? Оқыды. Оқыды сөйлемнің баяндауыш мүшесі. Найзағай жарқылдады. Найзағай не істеді? Жарқылдады. Баяндауыш жарқылдады. 10-шы жаттығуға назар аударайық. Сөйлемдерді көркем жаз. Киіз үй тегіс жерге тігіледі. Кереге басқұрмен тартылады. Шаңыраққа оқ шаншылады. Баяндауыштарды тауып, астын сыз. Бұл сөздер сөйлемнің қай мүшесіне қатысты екенін сызып көрсет. Өте жақсы жауап балалар. Не істейді? Тігіледі. Не тігіледі? Киіз үй. Тігіледі сөйлемнің баяндауыш мүшесі. Ал киіз үй сөйлемнің бастауыш мүшесі. Баяндауыш бастауыш мүшемен байланысып тұр. Жарайсыздар балалар. Не істейді? Тартылады. Сөйлемнің баяндауыш мүшесі. Не тартылады? Кереге. Сөйлемнің бастауыш мүшесі. Тартылады баяндауыш,
Бастауыш кереге сөзмен байланыста болып тұр. Дұрыс жауап. Балалар, соңғы сөйлемде не істейді сұрағына жауап берекші. Шаншылады. Сөйлемнің баяндауыш мүшесі. Не шаншылады? Уық. Сөйлемнің бастауыш мүшесі. Шаншылады сөзі уық сөзмен байланысып тұр. Енді балалар, оқулықтағы 11-ші жаттығуға назар аударайық. Берілген сөздерге қатысты қимылды білдіретін сөздерді тауып, айтып көріңіздер. Керемет жауап. Оқушы оқыды, оқушы жазды, оқушы ойнады, оқушы барды. Су қайнады, су тасыды, су төгілді, су ақты. Бұл сөздер сөйлемде қандай мүше болып тұр? Өте жақсы балалар. Бұл сөздер сөйлемде тұрлаулы мүше болып тұр. Оқушы оқыды, баяндауыш оқыды, бастауыш оқушы. Оқушы жазды, баяндауыш жазды, бастауыш оқушы. Оқушы ойнады, баяндауыш ойнады, бастауыш оқушы. Оқушы барды, баяндауыш барды, бастауыш оқушы. Су қайнады, баяндауыш қайнады, бастауыш су. Су тасыды, баяндауыш тасыды, бастауыш су. Су төгілді, баяндауыш төгілді, бастауыш су. Су ақты, баяндауыш ақты, бастауыш су. Жарайсыңдар балалар. Сонымен сабағымызды қорытындылаймыз. Баяндауыш дегеніміз не? Баяндауыш қандай сұрақтарға жауап береді? Үйге тапсырма 12-ші жаттығу. Құрамында Б және Л дыбыстары бар сөздер құрастырып жаз. Сол сөздерді қатыстырып сөйлем құрап жаз. Бастауыштың астын 1, баяндауыштың астын 2 сызықпен сыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.